Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді құймақ пісіретін боламыз. Алдымен біз 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін бір ас қасық құмшекерімізді және де шым-шым тұзымызды салып араластыратын боламыз. Жақсылап қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластырамыз. Үстіне ұнымызды және де сүтімізді аз-аздан құйып кезек-кезек араластыратын боламыз. Ұнымызды електен жақсылап өткізіп аламыз. Дәл осы видеодағындай жасасаңыздар, құймақтарыңыз әдемі әрі дәмді болып шығады. Жақсылап араластырамыз. Тағы да сүтімізді, одан кейін ұнымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға құйып пісіретін боламыз. Таба міндетті түрде ыстық болу керек, және де ең алдымен 1 рет майлап алсаңыздар болады. Мен бастапқыда 1-ақ рет майлаймын, одан кейін майламаймын табамызды. Мінекей қызып тұрған табамызға жаңағы дайын болған массамызды құямыз. Консистенциямыз. Осылай әдемілеп, дөңгелек қылып құйып аламыз. Ары-бері 2 шетін бірдей қылып қызартып пісіріп аламыз. 2-ші шеті тез піседі. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай пісіріп аламыз. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бір жасағаннан желініп кетеді. Видеом ұнаса лайк, комментарий жазып, подписаться етіп қойыңыздар. Каналымда бұдан да қызықты видеолар, ас мәзірлері көптеген шаш үлгілері бар.